Көз тиюге қарсы қандай сүре мен аятты оқыса болады? Көз тиюге қарсы оқуға болатын Құран кәрімде 8 аят бар. Аталмыш 8 аят Фатиха сүресінің 7 аяты, яғни Фатиханың толық оқылуы. Аятул Курси аяты. Пенде осы 8 аятты Фатиха мен Аятул Курсиді оқыса, сол күні адам мен жындарының ешбірінің көзі тимейді. Сондай-ақ Қалам сүресінің 51-52 аяттарында көз тиюге қарсы қорғану үшін оқуға болады. Бір адамға немесе бір затқа көзіңіз өтіп, көз тимес үшін таң қалған кезде, немесе сүйсініп мақтаған кезде, машаллаху ла қуата илля биллах деуді ұмытпаңыз. Кахф сүресі 39 аят. Немесе қысқаша мәшә Аллах десеңіз жеткілікті. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.